Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Әңгіме, ту махаббат. Бұлай болар деп кім ойлаған? Ойға алған шаруаларын қапысыз тындырып, бірнеше келісімшартқа қол қойып, енді қалаған 2-3 күнде Шанхай қаласын армансыз аралармыз деп арқаларын кеңге салған жігіттер 5 жұлдызды қонақ үйде шалқалап жатқанды. Аяқ астынан жетіп келген жеделхат ол жоспарды бұзып, кәсіпкер Бақтиярды естен тандыра жаздады. Қаралы хат, қысқа жазылыпты. Тез елге қайтыңыз. Зайыбыңыз Гүлсім ойламаған жерден қайғылы қазаға ұшырады. Қайғыңызға ортақпын. Жерлеу алдағы сәрсенбіде депті жеделхат жолдаған орынбасары Медеубай. Таңғы ұйқыдан әлі толық оянбаған Бақтияр басында ештемеге түсінбей міңгіріп қалды. Не дейді мына сұмдық хат? Осыдан бір апта бұрын олар елден аттанарда сап-сау жүрген Гүлсімге не болды екен? Айтпақшы қайтыс болды деген, қазаға ұшырады деп жазған ғой. Демек көшеде көлік апатына тап болған. Сонда оны машина қағып кетті ме, әлде өз машинасымен бірдемеге соғылды ма екен? Гүлсім жүріс-тұрысқа ұқыпты, машинада да жаңайдап жүрген жоқпты. Қалай килікті екен ондай апатқа? Ойлай берсең сұрақ көп, бірақ оның бәріне жауап іздеп жатуға да қазір уақыт жоқ еді. Бүгін қалайда елге қайту керек. Дереу көрші бөлмеде жатқан көмекшісіне телефон соқты. Ерболат, маған тез келіп кетші. Не болып қалды, бәке? Жайшылық па? Сұмдық, келесің білесің. Көмекшісі әрі Қытай тіліне жетік тілмашы Ерболат та асып-сасып ішке кірді. Аға, не болды? Өңіңіз бұзылып кетіпті ғой. Бізге жедел түрде елге қайту керек. Анықтап білші, Шанхай, Үрімжі, Алматы бағытына ұшатын ең жақын рейс қай мезгілде болады екен? Мына жеделхатты көрсетіп, қайтар билетті оған ауыстыр. Бақтияр ұсынған жеделхатқа қарап жіберіп, көмекші жігіттің де өңі бозарып сала берді. Мәссаған, кеше ғана сап-сау жүрген Гүлсім апайдың қазаға ұшырағаны ма? Солай болғаны ғой. Қайғылы хабар жаңсақ жазылмайды. Көп ұзамай кеше бұлар келісімшартқа қол қойысқан Шанхайдағы құрылыс материалдары бірлестігі мен үй жиһаздары фирмасының жауапты адамдары да келіп қалған. Олар бүгін қонақтарға қаланың көрікті жерлерін көрсетпекші болатын. Мынадай қайғылы хабардан соң жоспар өзгеріп, олар жолаушыларды аттандыруға қамына кірісіп кетті. Алайда қанша күш салғанымен Бақтиярлар сол күні ұша алмады. Өйткені бұларға қажетті рейс келесі күнге белгіленген екен. Бір тәуірі Шанхайдың ұшатын самолет Үрімжіде 1 сағатта аялдап, сол күні кешке қарай Алматыға жеткізетін көрінеді. Бұған да шүкір демеске амалың жоқ. Жер түбіне ұзап кеткен жолаушыны бір-ақ күнде еліне жеткізу қазіргі техника заманында ғана жүзеге асатын нәрсе ғой. Обалы әнекей, кәсіпкер Бақтияр соңғы жылдары осындай алыс сапарларда аспан кемелерінің қызметін армансыз-ақ көріп жүр. Көптен бері бизнес саласында жағын тас қақпай, түтіні түзу ұшып келе жатыр еді. Амал не, кейде тағдырдың осылай ұзап еркелетіп келіп кенет алдынан арқан керетін кезі болады екен. Жаратушы не бұйырса да қанша адамның ниетіне қарап береді дейді ғой. Әлде мұның отбасында басқа қонған бақты көтере алмай кекірлеп күпіршікке ұшылаған біреу болды ма, кім білсін. Бақтияр жол бойы осындай ауыр ойдан арылмады. Самолет салонында француз шарабы бар екен. Содан ара-тұра сыздықтарды сіміріп қойып, тербелген қиял теңізде жүзді де отырды. Кеше оның қайғылы қазаны алғаш естігенде бұрқ етіп басқа шыққан сезімдері қазір өзгеше түс алған. Олай болатын көмекшісі Ерболатпен кеше Алматымен сөйлесіпті. Өздерінің қай рейспен қай мезгілде жететінін хабарлаған. Сонымен бірге Гүлсімнің қандай жағдайда неден мерт болғанын да сұрастырып көрінеді. Сондықтан Гүлсім бұлар ойлағандай жол апатына емес, ата-анасы тұратын биік үйдің 9-шы қабатынан құлап өліпті. Біреулер қастық қылды, не байқаусызда оқыстан болды дейтін емес, артына хат жазып қалдырған. Осыны естігенде Бақтиярдың сана сезімі асты-үстіне келіп аударылып түсті. Осыған дейін тұла бойын меңдеген әйеліне деген қимастық, Гүлсімнің қатал тағдырына аяушылық, оның өліміне өзі кінәлі ғана секілді сезімдер сап тиылды да, оның орнына өзекті өртеген өкініш, Гүлсімге деген өкпе нала ашу ұза басты. Сол сөзімдер бірте-бірте ұлғайып, аяқпас өштікке жек көруге айналып кетті ме қалай? Небәрі 35 жасында тірліктен бас тартып, өзіне қол жұмсау, артта қалып баратқан күйеуін, ата-анасын, туыстарын ойламау неткен қатыгездік, не деген өзімшілдік десейші. Қастық пен қысастың кек қайтарып, өш алудың ең жоғарғы түрі осындай-ақ болар. Ойпыр-ай, осындай көйлекке барып, өзін өлімге қиятындай Гүлсімнің басынан не күн туды екен? Ішкен алдында, ішпеген артында, не ішсем, не кием демейді. Астында шетелдік машина, басында 3 қабатты сәнді сарай, қорада күзетші, ас үйде үй қызметшісі бар, қазан ошақ маңы бар, тым құрыса жылы суға қолында малмайдау. Бұдан арық не керек әйел адамға? Әлгі
Әлгі семіздікті қойғана көтереді деген рас шығар. Демек Гүлсім де басындағы бағын көтере алмады. Сонан соң оның түбіне жеткен сол баяғы іштарлық қызғаныш, төңірегіндегі дүние тек менікі болсын дейді. Бір аяқ асты, бір сабақ жіпті де ешкіммен бөліскісі келмейді. Басқа қонған бақты ұстап тұру үшін де біраз адамгершілік, ақыл-парасат керек екен ғой. Гүлсім де міне сол жағы кеміс болды. Мамандығы қаржыгер еді. Ой-өріс есеп-шоттан алысқа бармайды ғой. Сонда Бақтияр осындай әйелмен 15 жыл бойы қалай отасып келген? Әйел бойындағы сұлулық шығар көз арбаған. Сұлулық көздің құрты. Албырт жасты одан да арғын ойлатты ма? Сен жігіттің бәрін бүгінгі күнмен өлшемей, өткен күнге де көз қырыңды салып қарай отыр деді. Қашанда бұзған оппозицияда жүретін бір ішкі дауыс. Осыдан 15 жыл бұрын көп жігіттің арасынан Гүлсім сұлуға қолың әрең жетпеп пе еді? Оны қалай ұмыта қалдың? Иә, рас айтады. Онда Бақтиярдың Алматыдағы Совет институтында оқып жүрген кезі. Қанша дегенмен кітапқа жастай бауыр басқан. Ауыл мұғалімнің баласы емес пе? Оқу үлгерімі жаман болған жоқ, бірақ тұрмыс жағынан байдың мырзалардан теңдесе алмаушы еді. Жазды каникулда құрылыс ретінде жұмыс істеп, киім-кешегін зорға бүтіндейтіндей, оның төлеуіне табиғат бұған біраз қарымта сыйлар жасаған. Анасы марқұм аса сұлу әйел еді. Сірә сол кісіден ауысқан болар. Бақтиярдың бет жүзі, еттері сұңғақ бойы, сұлу келбет, бұйра шаш. Осылардың арасында жиын тойда көзге түспей қалған жоқ. Ал Гүлсім қандай еді ол кезде? Аққудың көгілдіріндей, тал бойында бір мін жоқ, аппақ ару, көрген көздің жауын алатын, әлгі романдарда көп жазыла беретін қыпша бел, қас омырау, тана көз сұлудың өзі. Халық шаруашылығы институтының, ол кезде қазір университеттерінің бәрі институт деп аталатын 3-ші курсында оқиды екен. Бақтияр Гүлсіммен сол институтта оқитын. Бір жерлесінің туған күнде танысып қалды. Сол кеште түннің бір уағына дейін билегені, Гүлсімді үйіне шығарып салған есінде. Әрине, сол тұста ол қызға көз салушылар аз болмаса керек, бірақ бұйрық шығар. Күн өткен сайын бұлардың жұлдыздары бір-біріне ыстық тарта берді. Бақтияр сол жылы оқу бітірген. Онда кеңес дәуірі совхоздарының мұрты білінбеген. Қазақстан сол баяғысында 50 миллион қой өсіріп жатқан кез. Мал мамандарының қаны жерге тимейді. Егер Бақтияр ауылға барса, кез келген совхозда бас совет затехник болып тіреп тұратын қалатын сөзсіз еді. Осы Гүлсімнің бітпеген оқуына қарайлап Алматыда кеткісі келмеді. Көзден тайса болғаны Гүлсімнен айырылатын секілді. Ақыры конкурста жеңіп аспирантураға оқуға түсті. Онысы бір есеппен жаман да болған жоқ. Арада 3 жыл өткенде биология ғылымының кандидаты деген атақты қанжығасына байлап шыға келді. Осы қарсаңда Гүлсімге үйленіп те үлгерген. Қыздың ата-анасы да ағалары да бар. Алматыны тіреп тұрған лауазымды кісілер екен. Жігіттің шыққан жерін қомсынса да болашағынан үміт күттірер жас ғылымда кемісті алған жоқ. Осыдан кейін көп ұзамай өзгерістер дәуірі басталып кетті емес пе? Заман ағымына ешкім қарсы тұра алған жоқ. Ең алдымен кеңестік империя келмеске кетті. Түбі шіріп, тамыры іріп тұрған екен. Ешкім бір тал оқ атпастан өзінен өзі омырыла құлады. Сол мұң-ақ екен кеңес үкіметінің артында қалған мол байлық қант Талапайға түсті. Айналасы 3-4 жылда колхоз-совхоз тарап, қазақ жеріне сыймай жататын 4 түлік мал әп-сәтте қолды болып кетті. Мал кеткен соң мал мамандарының да қажеті болмай қалған. Бақтиярлар амал жоқ, кәсіп өзгертуге тура келді. Сөйтсе еш уақытта жұртқа ұшырамайтын өкіметтер ауысып жатса да, өз құнын ешқашан жоймайтын малдан басқа да байлық бар екен ғой. Оның аты қаржы, кәсіпкерлік, сауда деп аталады екен. Бір сөзбен бизнес дейтін көрінеді. Бақтияр енді сол бизнеске ат басын тіреді. Биліктегі қаржыгер қайнағаларының көмегімен ақшаны құнды кезінде банктен түп көтере мол қарыз алған. Сол ақшаға бірнеше жерден сауда дүкен ашты. Құрылыс материалдары дүкен, сантехник жиһаздары дүкені, қарызды дер кезінде қамтылғаны сондай жақсы болған. Кейін ақша топыраққа айналып, 100 есе, 1000 есе құнсызданған кезде банкке берешегін болымсыз тиын тебен күйінде төлей салды. Мұның бәрін іске асыруда қаржы маманы Гүлсім мен оның ағаларының қосқан үлесі аз емес әрине. Кейде қайын жұртының Бақтиярдай адам қатарына қосқан біз деп бұлданатын бір себебі осы болатын. Сұлулық көздің құрты болғанда байлық көңіл құрты. Сол байлықтан соңына түсеміз деп жүріп, бұлар да арада 10 шақты жыл қалай өте шыққанын аңғармай да қалыпты. Өмір қызық, көңіл мас. Үйленуден кейінгі бал дәурен тым ұзаққа созылған. Не тілесең бәрі бар сияқты еді. Сөйтсе бұларда бір-ақ нәрсе жоқ екен. Оны да Бақтияр бертінде аңғарды. Тоба, бұларда бала жоқ екен ғой.
Әлі күнге дейін нәресте сүймепті. Даңғарадай 3 қабатты коттеджде сол қабаттар сорайып екеу ғана тұрады. Бәлкім бұл кемістікті Гүлсім де сезіп жүрген болар, бірақ сырттай сыр бермейді. Сол баяғы тәкаппар, кербез қалпы. Тек соңғы кезде көп ешкімге араласпай ұйықтала берді. Қонаққа бармайды, үйге қонақ шақырмайды. Жалпы бала туралы, ұрпақ туралы әңгімелестен қашады. Сөйте бұл үйде бала деген сөз тыйым салынған, табуға айналған. Сөйтіп жүргенде қайын жұрты мен әйелінің ырқына бағынған Бақтияр бір күн аяқ астынан бүлінді. Бойындағы бабалар қаны, жігіттік жігері мен еркектік намысы үндемей жатып, бір-ақ күнде көтеріліске шықты. Оның мәнісін былай болып еді. Әсерлі Бақтияр баяғы жоңғарға қарсы соғыстың даңқты батырларының бірі, Көкшал Барақтың 7-ші ұрпағы. Батыр бабасы қазақ қалмағы аралас 7 қатын алған екен. Бақтияр қалмақ әжелерінің бірінен тарайды. Осыдан 4-5 жыл бұрын Шыңғыс Қазақстанның Күршім ауданында сол Барақтың 280 жылдық тойы болды. Барақ ұрпақтары, соның ішінде көзге көрініп атқа мінген қалталы жігіттер түгел тізімде екен. Соларға 3 ай бұрын сауын айтылады. Солар той қарсаңда бас қосып, өз үлестерін аттасқан. Мұндай берекеден қағыс қалу ұят. Бақтияр аламан жарыстың бас бәйгесіне деп бір су жаңа джип машинасын атады. Той болатын қарсаңда машинасын алып қасына Гүлсімді ертіп, еңсесін тік ұстап салтанатпен барғанды. Той көңілдері жақсы өтті. Күршім өзенінің жағасында 50-60 үй тігілген, үй басы жылқы жығылған, дастархан астта төк, қазан ет, саба қымыз, тойға ой мен қырдағы Барақ әулеті түгел жиналған екен. Бақтияр бұрын көрмеген туыстармен қауышып, мәре-сәре болып жырғап қалды. Батырдың 7 әйелінен 30-дай ұл 20-ға жуық қыз тараған екен. Қазір өрен жаранмен 1000-нан асып кетіпті. Өздері бір тайпа ел дерсің. Көбі 7-8 ұрпақтар, бірен-саран 9 буында бар екен. Және батырдың ұрпағы десе дегендей, жігіттер шетінен еңселі, екі иықтарына екі кісі мінгендей зор екен. Бірнешеуіне сауыт кигізіп, қолдарын найза ұстатып, киіз үйлерінің алдына тұрғызып қойыпты. Біз қазақ әжемізден тараппыз, біз қалмақ әжемізден тараппыз, деседі қызықтап жөн сұраған адамдарға. Барақтың 3 әйелі қазақ, қалған 4-еу қалмақ болса керек. Әрине, қазақ әйелдерінің қалың мал төлеп не әмеңгерлік жолмен құдаласып алған. Ал қалмақ әйелдер соғыста олжаға түскендер. Ол кезде дала заңы бойынша олжаға түскен қыздарға таңдау беріледі екен. Көрдіңіз бе? Қолға түскен қалмақ қыздар болашақ күйеулерін өздері таңдаған. Сондайда қол жеткендері Барақтың етегінен ұстаған көрінеді. Сол тойда көкірегін мақтаныш кернеген Бақтияр бабаларының даналығына қайран қалды. Соғыста шығын болған сарбаздың оның ұрпақпен толтырып отырған ғой. Ер қайратын ұрғашы ұқығын тежемеген. Өзінің айналаңа қарашы, керемет емес пе? Баяғыда жау қолында бір барақ өлсе, бүгін 1000 барақ жүр осы тойда. Ондай адамды өлді бітті келмеске кетпеуге бола ма? Төніп тұрған ажалға пысқырмаған ғой барақтар. Тек мына туған жерді жауға бермей сақтап қалудан ойлаған. Жер болса ел жұртта ұрпақ дегеннің жалғасы берді. Батырлардың ата жауына қарсы аянбай соғысқаны да содан шығар. Ал бүгінгі Бақтиярдың жүрген жүрісі мынау. Бір балаға қолы жетпей, бір әйелдің ықпалынан шыға алмай. Осындай ойлармен ширыққан Бақтияр бір күні қасындағы Гүлсімге қарап: "Міне көрдің бе, менің батыр бабаларым қандай болған? Бір өзі 7 қатын алып 40-50 бала сүйген" деп масайраған мақтанышпен. Ол феодализм заманы ғой. Әйелді адам қатарына қоспай, ризалығын да сұрамай, үйірімен ала берген деді Гүлсім күйеуінің сөзін ұнатпай. Ендеше менің сол феодализмге қайтқым келіп тұр, деді Бақтияр одан ары қырсыға сөйлеп. Сен де 7 қатын алмақсың ба? Несі бар? Қанша дегенмен батыр ұрпағы емессің бе? Сендерге де жаман емес, кезектерің 7 күнде бір айналады. Гүлсім терісіне сыймай тырсылдап ыза болып қалды. Ашуланғанда пісте мұрны қусырып, тіпті суланып кетеді. Пішту дәмесін қарай көр, алдымен бір қатын жарылқап алсайшы, деп салды ашу үстінде алдарын ойламай. Бұл сөз Бақтиярға сұмдық ауыр тиді. Бір қатынды жарытпай жүрсің дегені баласыздығының бетіне басқаны ғой. Ал осыған кім кінәлі? Әлі күнге дейін пұшпағын қанатпай жүрген Гүлсімнің өзі емес пе екен? Жарытпай жүрген мен бе, деп әйеліне ажырая қарап. Бәлкім тесік қазан жыртық астауға тап болып, еңбегі меш кетіп жүрген мен шығармын. Айтылған сөз атылған оқ, енді қайтып ала алмайсың. Әйткенмен ашу үстінде айтылған сол сөз бітеу жараның аузын ашып кетіп еді. Тойдан көңілсіз қайтқан бұлар біразға дейін қас-қабақтар жараспай, тоң-торыстау күйде жүрді. Содан арада ай өтті ме, жоқ па, бір күні Гүлсімнің өзі сөз шығарды: "Бақтияр, сен перзент сүйе алмауыңды менен көретін сияқтысың. Бұған кінәлі мен бе, әлде сен бе? Оны ажырату қиын емес. Бүйтіп ішімдегін тап деп сызданып жүргенше давай осының басын ашып алайық." Бұл ұсынысқа Бақтияр қарсы болған жоқ. Осы мәселе өзінің де ойында бар еді.
тек жұмыстан қол тимей жүрген. Гүлсім мұны әлдебір дәрігерге алып барды. Бұрыннан араласып жүрген таныс адамы көрінеді. Осында екеу қан тапсырды, анализ өткізді, ұрықтарын тексертті. Тым тез, тым бөгетсіз жылдам өтті осының бәрі. Айналасы бір аптаның ішінде қорытынды дайын болды. Не керек? Нәтижеде Гүлсім сап-сау баласыздыққа Бақтияр кінәлі болып шықты. Содан бері Гүлсімнің үрейі үстем. Күйеуіне жоғарыдан мүсірке қарайтын болған. Кейде көңіл түскенде бұған аяушылық білдіріп, соған бола жасымашы жаным, өзің білесің, бала бағуға құлшын тұрған мен жоқ қой. Маған сен аман болсаң жетеді. Мен үшін одан артық бақыт жоқ деп жұбатқан болады. Бақтияр әйелінің бұл сөзіне де, дәрігердің қорытындысына да сенген жоқ. Гүлсімнің таныс дәрігері тым жылпос пысық адам екен. Атқарған ісінде бір шикілік бары анық. Басқа бір дәрігерге қаралып оқталса да, біразға дейін жұмыстан қолы тимей жүргенді. Ақыры оның да сәті түсті. Іссапармен Мәскеуге бір барғанда, сондағы орталық клиникалардың біреуінде тексеруден өтті. Міне қызық, нәтиже мүлдем басқаша. Сіз уайымдайтын ештеңе таппадық мырза. Еркектік қуатыңызда мүлтік жоқ. Жай бала сүю былай тұрсын, нақ қалпыңызда кез келген жас әйелге алтын сыйлауға мүмкіндігіңіз бар деді. Бақтиярды құттықтаған профессор қорытынды қағазды қолына ұстатып тұрып, сол сәттегі Бақтиярдың қуанышын сұрама. Бейне халықаралық үлкен бір сыйлыққа қол жеткізгендей, сол жолы Мәскеуден көңілді қайтты. Демек Гүлсімнің дәрігері мұны алдаған болды ғой. Мына заманда ақшаға сатылмайтын зат жоқ деуші еді. Сол сөз рас шықты. Ал Гүлсім мұндай қиянатқа қалай барып жүр? Бақтиярды алдау, арбау жолмен ұстап отырмақ па? Мәскеуден келісімен жаңа қорытындыны әйелінің алдына жайып салайын деп бір оқталды да, ол ойынан тез қайтты. Іштар әйелді одан әрі өшіктіріп, күндестігін қоздырғысы келмеді. Өзінше күйеуімді оңдырмай алдадым, ешқайда кетпейтіндей мызғымас қазыққа байладым деп жүрген шығар. Әзірше солай жүре тұрсын өз-өзін алдап. Гүлсім жай күндер махаббат туралы, сүю күй жөнінде көп айтады. Сол Гүлсім өзінен басқа жан баласын жақсы көре ме екен? Егер ол күйеуін шын жақсы көрсе, ең алдымен соны бақытты ету керек қой. Ал Гүлсім басқаны былай қойғанда күйеуіне перзентті болуды қимайды. Жалпы алдау, арбау, бақай қолы араласқан жерде шын махаббат болуы мүмкін бе? Әйтсе де күйеуінің әр қадамын аңдыған айлакер әйел. Бақтияр да бір өзгеріс барын сезді. Сен кейін кезде жайың жарасып, біртүрлі көңіл жүресің ғой, ненің қуанышы деп бір күні мұның бетіне барлай көз салды. Бақтияр сыр берген жоқ. Бір қызға көзім түсіп жүр. Сірә тоқалатын шығармын деп ежелгі қалжыңға басты. Не дейді? Шамаң жетсе ал. Шама жетпей не көрімді? 7 қатын алған батырдың ұрпағымыз. Бұл сөздерді Бақтияр жай ерігіп отырып Гүлсімнің жынына тию үшін айта салған. Бірақ осы сөзді аузына Құдай салған екен. Көп ұзамай адасқан ұшырасты мұның тағдыр талайына бұл іздеген жоқ қыздың өзі деп тапты. Бір күн үстен кейін кеңсе тұрғанда хатшы қыз: Бақтияр Көпбайұлы, бір бойжеткен сізге кіруге рұқсат сұрайды деді дауысын ойнақы баяу қосып. Кірсін. Кешікпей есікті тықырса ашып бір әдемі қыз кірді. Қол-аяғы балғадай, сұңғақ бойлы, бәденді сұлу қыз. Бұрын бір көрген адам сияқты, бірақ қайдан көрген есінен шығып кетіпті. Ағай, сіз мені ұмытып та қалған шығарсыз деді. Бүйірдегі бос ұрықтардың біріне ибамен жайғасып жатып. Мен өткенде өзіңіз денсаулығыңыз жайында анықтама алатын докторханада медбике болып істеймін. Атым Адасқан. Атыңыз жақсы екен, бірақ өзіңіз адасып келмеген шығарсыз. Шаруаңызды айта беріңіз деді Бақтияр бұл қызды қайда көрген енді есіне түсіп. Ағай, кешіріңіз, мен содан бері ар-ұяттың қыспағында жүрмін. Сол бір алдамшы жалған анықтамаға лаборант ретінде менің де қол қойғаным бар еді. Соның шындығын айтып сізден кешірім сұрамасам, ішкен асым бойыма тарайтын емес. Адасқан соны айтып өзінің бастық дәрігерімен Бақтиярдың әйелі Гүлсімнің қалай тіл табысқанын, жалған құжаттың қалай жасалғанын бастан аяқ баяндап берді. Оны сол кездегі неге айтпадыңыз деді Бақтияр қыздің сұлу жүзіне сүліне қарап. Қорықтым. Білесіз ғой, қазір қызмет табу оңай емес. Артынан ойға салып көрсем, оның пендешілік екен. Қазір де сонда істейсіз бе? Сондамын. Сіз мен үстінен шағым айтпайтын шығарсыз. Бақтияр Мәскеуде тағы бір тексеру өткенін Адасқанға айтқан жоқ. Бұл жаңалықтарды бірінші рет естігенде шын қуанған қалып танытты. Қызға рахметін жаудырып, разы қоштықпен шығарып салды. Ақбейіл Адасқанның тұратын мекен жайын телефон жазып алмағанына қатты өкініп жүрген. Бірақ бұйрықты қойсаңшы, ода жоқта Адасқанмен тағы ұшырасып қалды. Шілденің шіліңгір ыстық күні. Бақтияр жұмыстан ертерек шығып, кептелген машина айғанымен баяу жылжып келе жатқан еді. Кенет көше жиегінде күлік ұстамақ болып, әркімге қол көтеріп тұрған Адасқанды көріп қалды. Үстінде көбелек гүлді жібек көйлек, етек самал желмен бірге желбіреп, қыздың аппақ түзу аяқтан айшықтай көрсетіп тұр. Бақтияр дәл қасына келіп тоқтай қалды. Қарындас, келіңіз. Карете подподанна күйіміңіз дайын деп Мерседестің алдыңғы есігін ашты. Асыққан Адасқанның бұған қарауға да мұршасы болған жоқ. Малтабар шопарлардың бірі де ойласа керек, алдағы болсын лып етіп отыра қалған. Қасында кімнің отырғанын енді ғана байқайды. Ой ағай, сіз екенсіз ғой деді күтпеген қуаныштан есі шығып. Қайдан келе жатырсыз ағай?
қала кезіп қыз іздеп жүрмін. Қызық екен, қандай қыз керек сізге? Маған қолма-қол күйеуге шығатын және басы бақырдай ұл тауып беретін қыз керек. Адасқан сыңғырлай күлді. Күлкісі мұндай әдемі болар ма? Еш қоспасы жоқ, мөлдір таза күлкі. Осы қыз көнсе ойланбастан үйленер едім деп ойлады Бақтияр. Өзі жасы 40-та, ал адасқан ұзаса 25-те болар. Жас айырмасы бәлендей бөгет болмас. Жұмыстан шыққан бетіңіз бе, деді Бақтияр басталған әңгімені үзгісі келмей. Жоқ, бүгін менің бос күнім. Бір құрбым перзентханада босанып жатыр еді, соған кіріп шықтым. Не тауыпты? Ұл бала. Тұңғыштары ғой, күйеуі қуаныштан жарылғалы жүр. Тамаша, иншалла, бүгін жолым болады екен деп Бақтияр желпінді. Қой, онда кеттік. Қайда? Неге келген сәбиді шомылдырмаймыз ба? Өзіңіз ұл тапқан әйелдің құрбысы екенсіз, ырымдап отырмын. Осы сіз әлгі мен іздеп жүрген қыз емессіз бе? Бұлар сол кешті Алма Арасан Анқарадағы кафелердің бірінде өткізді. Басында әзілмен басталған әңгіме бірте-бірте шынға көшіп, айырылмас уәдемен, антпен аяқталып еді. Адасқан қарапайым ауыл қыз екен. Көп балалы отбасынан шыққан. Анасы кілең қыз таба берген соң тағдырды адастырмақ болып мұның атын Адасқан қойған екен. Артынан іле-шала ұл тауыпты. Ата-анасы Ақжолтай деп Адасқанды жақсы көреді екен. Арада 3 ай өткенде Адасқанның ауыр аяқты екені мәлім болды. Бақтиярдың қуанышында шек жоқ. Құдайым көктен сұрағанды жерден берді деген осы. Әзірше бұл қуаныштан ешкімге бөліскен жоқ. Бір жағынан 15 жыл отасқан Гүлсімді де далаға тастағысы келмейді. Әйелі тіпті көнсе 2 отбасын бөлек үйлерінде қатар ұстағысы келеді. Оған Адасқан байқұс көніп тұр. Мұндай бәтуаға Гүлсім көне ме? Мәселе сонда. Расында да Гүлсіммен тіл табысуға оңай соқпады. Гүлсімдер батыс ықпалында, одан қала берсе кеңістік орын тәрбиесінде өскен әйелдер ғой. Әсілі 70 жылға созылған кеңістік түзім кедейлер мен әйелдердің өкіметті болады емес пе? Еркек әйелдің меншігі бағынышты құлы. Әйелінен ажырасқан еркек партибилеттен айырылып, қызметтен де жұрдай болып күзеліп шыға беретін. Бұл жағдайда әйел эгоизм чектен тыс шарықтатып жіберді. Рас, әйел ол заманға қалыңмалсыз тегін еді, бірақ өмір бойы мойныңнан түспейтін. Гүлсім де оның туыстары да сол заманның өнімдері. Ұлттық дәстүр, салт сана олар үшін жат нәрсе. Әйтсе де Бақтияр бір күні алдағы жоспарын Гүлсімге шет жағалап жеткізді. Алыстан ұрықты келіп: «Бәйбіше, мен туралы дәрігердің қандай қорытынды шығарғанын білесің. Әйткенмен үмітсіз айтан дейді ғой. Соның іс жүзінде өзіміз бір сынап көрсек қайтеді» деген жай сөз сырағысы ретінде. «Сонда қалай сынамақсың өзің?» деді Гүлсім әлденеден секем алып. «Тылсым табиғаттың жұмбағы көп қой. Мен бір әйелге барып көрсем деймін. Егер Құдай бірдеңе беріп жатса, сен екеуміздің арманымыз орындалмай ма? Баланың біреуін сен, екіншісін ол бауырына салып, екеулерінің екі үйді думандатып тұрмайсыңдар ма? Ол қиялың бола қоймас» дегенде Гүлсімнің сілеусін көзі шындай шатынап кетті. Одан да әлдебір жат әйелге көңілім кетіп жүр демейсің бе? Иә, солай-ақ болсын, бірақ онда несіне қауіптенерсің деген Бақтияр аузы мұңғайлы сөз түспей. Дәрігердің маған шығарған үкім білесің. Мен әншейін өз пешенемді сынап көру ғой баяғы. Только через мой труп, мен өлген соң ғана, деді Гүлсім сазарған қалпы қалш-қалш етіп. Сен алаяқ қатындардың ондай баланы кімнен табатынын қайдан білдің? Әлде саған бәрібір ме? Тіпті баласы тұра алмайтын болсаң жетімханадан асырап алмайсың ба? Сөйтіп қанша еліп жалынса да әйелмен тіл табыса алмаған, бірақ Гүлсімді мұндай сұмдыққа барады деп ойлаған жоқ-ты. Ата-анасын туыстарын араға салып түбі көндіремін деген ниеттеді, бірақ оған жеткізбеді ғой. Ақыры долы Гүлсімнің айтқаны келді. Бақтиярдың арманында ол өлген соң ғана жүзеге асатын болды. Ал осы Гүлсімді махаббат құрбандығы деп санауға бола ма деп ойлады Бақтияр ұшақ үстінде тербеліп келе жатып. Жоқ, мұндайды махаббат деп те, махаббаттың құрбандығы деп те атауға болмайды. Махаббат ешкімнен де ондай әділетсіз қатыгез құрбандық талап етпейді. Әсілі махаббат өлімге емес, өмірге қызмет ету керек қой. Гүлсім ешқашанда Бақтиярды шын сүйген емес, шын сүйсе бүйтіп ортақ бақыттан бас тартпас еді ғой. Бұған жай асыраушы, қызметшін, құмар қандыратын құлым деп қарады ол. Оның ұғымындағы махаббат, жеміс бермейтін тұл махаббат, бедеулер махаббаты. Жолда бірер сағат Үрімжіде аялдаған алып, лайнер Алматыға күн еңкейе келіп қонды. Әуежайда бұларды Бақтиярдың орынбасары Медеубай бастатқан 2-3 адам күтіп тұр екен. Амандасу, көңіл айту рәсімі өтеген соң машиналарға бөліне жайғасып орталыққа бет түзеді. Жолда келе жатып
естігені Гүлсімнің сүйегін ертең шығарады екен. Мұның өз үйінен емес, ата-анасының үйінен шығармақ. Олай болатыны Бақтиярдың өз үйінде қазір ешкім жоқ. Оның үстіне Гүлсім ата-анасының тұратын биік үйден құлаған ғой. Мәйітті тауып алысымен бірден сонда барған екен. Сол беті төркінде қала беріпті. Бақтияр бұл шешімді құптағанда, қарсы болғанда ештеңе айтпады. Бір есеппен Гүлсімнің соңғы сапарға өз төркінен шыққаны да дұрыс шығар. Өйткені ол өзінің бір кезде оң аяғымен аттаған ақ босағасын сыйлап, өз ажалымен өлген адам емес қой. Бұл үйде енді қайтып көрместей болып қарғап-сілеп хат жазып кетіпті. Бұлар алдымен тау бөктеріндегі Бақтиярдың өз үйіне соғып, жуынып, шайынып, киім ауыстырып, қайын жұртқа сонан кейін ғана ат басын тіреді. Бұл үйде мұны сағынып отырған ешкім жоғын біледі. Міне бүгінде алдынан шығып қайғысына ортақтасып көңіл айтқан бір пенде болсашы. Бір өңкей қабағына қар жауып түйіліп қалған адамдар. Қайнатасы да, қайнағалары да Бақтиярды адам деп елеген жоқ. Бұған бәрі де қас дұшпанын көргендей сыздана жауға қарайды. Тақ бір қыздарын Бақтияр өлтірген секілді. Ал енесі бар отын ашу ызасын бойына жинап, мұны күтіп отыр екен. Бақтиярды көрген беттегі аттың басын қоя берді. Келдің бе, 200 арам неме? Бұл босаған не бетіңмен аттап тұрсың? Басыңа қонған бақтың қадір жетпедің-ау сен, ақымақ. Есіктегі басың төрге шығарып мәпелеп өсірген гүлімді қолыңа ұстатып едім. Соны құрды көрмей тындың бақыр. Құл құтырса құдыққа тышады деп көтіңе қарамай тоқалмақ болыпсың. Ол шөпжелкең шермейіп алып, босанатын күнім тақау, байымның үйін дереу босат деп тепсінетін көрінеді. Мә, сенбесең оқы, менің қарғашымның не жазып кеткенін, деп бұл күнде 60-тың ішін мол аралап кеткен адуынды семіз кемпір алқынып барып тоқтады да әлде бір қағазды мұның қолына ұстата салды. Қазақ енесінің анасына кем көрмейді. Бақтияр бәлендей аналық мейрам асып тұрмаса да, мына кісінің алдынан кесе өтпей сыйлаушы еді. Ал орыстар енелерін жек көретін сонша теща десе төбе шытар түк тұрады. Әсілі орыс ұлы халық қой, солар бірдеңені білетін сияқты. Бақтияр қолындағы бір парақ қағазға көз жүгіртіп, айбақ-сайбақ асығыс жазылған Гүлсімнің жазуын бірден таныды. Бір бетте 4-5 қана сөйлем. Ал Бақтияр, сенің боқташақ балаларың еркін өмір сүрсін деп мен өз орнымды босаттым. Ондай өмір саған керек шығар, маған қызық емес. Қашанда қарызым мойныңда, 2 қолым жағаңда. Әлде бір қатынның сенің үйіңде тайраңдап жүргенін көргенше өлгенім артық. Бақұл бол Гүлсім деп қол қойыпты. Бақтияр жазулы қағазды енесіне ұстатты да есіктен шығып жүре берді. Дәл бұл жерде уәж айтып сөз таластырудың орны жоқ. Ертеңінде Гүлсімнің жаназасына қатысты. Ел қатарлы төбедегі зиратқа барып топырақ салды. Қайын жұрттың кезінде мол етіп қоршап алған әулеттік зираты бар екен. Гүлсім де солардың тобына қосылды. Өліктің артын күтуге Бақтиярды қатыстыратын ойлары жоқ. 70-40 деген рәсімдерді ата-анасы өткізіп жатты. Ал адасқанды Бақтияр зират басынан қайтып келген соң іздеп тауып алған. Самал шамауданда бір бөлмелі аядай ғана пәтері бар еді. Сонда екен 2-3 күннің алдына декреттік демалысқа шығыпты. Іші өсіп, бет ажары таралып, жұқарып жүдеу тартқан. Болып жатқан оқиғадан толық болмаса да ішінара хабардар. Гүлсімнің өлімін де естіп отыр екен. Айтысына қарағанда адасқан біреулер айтып жүргендей Гүлсім іздеп барып, мен Бақтиярдың ауыр аяқты әйелімін, үйді босат деп талап қоймаған. Керісінше адасқанды Гүлсімнің өзі іздеп келген. Сөйтсе Бақтиярдың соңына тыңшы салып қойған. Гүлсім былтырдан бері оның әр қадамын зерттеп біліп жүреді екен ғой. Енді тек адасқанның кімнен жүкті болғанын өз аузынан естуге келсе керек. Адасқан деген келіншек сен бе деген бетте түсін суыққа салып. Иә, мен едім дейді Гүлсім сырттай білетін адасқан еш қауіп ойламай. Байың бар ма? Мына көтеріп жүргенің кімнің баласы депті. Адасқанның шермеген ішін көрсетіп, адасқан үндей алмай қалыпты. Бірден бәленбайдың баласы деуге батыл жетпесе керек. Несін жасырасың, Бақтиярдың баласы емес пе дейді Гүлсім өз сұрағында өз жауап беріп. Бақтияр менің 15 жыл отасқан байым ғой, оны білесің бе? Біреудің байын азғырып алуға қалай ұялмайсың? Адасқан не айтарын білмейсіз қалықтап қалды да бір кезде Бақтияр үйреткен сөзді айтады. Сіздерді көптен бері балаға зәру дейді ғой. Егер нәресте аман есен дүние келсе, сізге тарту етсем деген ойым бар дейді. Гүлсімнің әлде бір қауіп төлеме деген оймен ығына жығылып. Сол сәтте Гүлсімнің түрі тіпті қорқынышты болып кетті дейді. Қалшылдап, дірілдеп жындарына жаздады. Сонан соң керек емес деп шыңғыра айғайлады. Маған ендігі жетпеген әлде бір қатынның ойнастан туған баласын бағу ойды. Жоғал балаңмен қоса көзіме көрінбей. Бақтиярдың есіл дерті бал еді. Сол ақ перзент сүйіп мұратына жетсін. Гүлсім соны айтып та есікті тарс жауып тұра жөнеліпті.
кетті. Адасқан араларында болған сол әңгімені еске алып ақыл тегін жылады. Қанша дегенмен аяғы ауыр ана ғой, көсімнің қарғысына қалдым ба деп қорқады екен. Бақтияр білген ақылын айтып адасқанды зорға жұбатты. Жазмыш деген сол, кейде адамның қолына келмегенді жаратушы ием өзі оп-оңай реттеп салады. Адам пендесі тойымсыз ғой. Дүние кең, бақыт та, қуаныш та жеткілікті. Тек адамдар соны бөлісе алмай, не бір-біріне қимай қор болады. Әйтпесе дүниеге келер бір ғана сәби қанша адамды қуанышқа кенелтер еді. Біреу өлмей біреуі күн жоқ дегенді атам қазақ тегін айтпаған болар. Арада бір ай өткенде Бақтияр әжептәуір той жасап адасқанды үйіне кіргізіп алды. Сонан соң тағы бір ай өткенде адасқан аман есен босанып, басы бақырдай ұл тапты. Өмірі жалғасып жатыр.